О дүниеде ана жүрегі балаларын ойлап қатты қиналған. Қахраманмараш қаласының жанында қирандыларды қазу жұмыстарын жүргізіп жатқанбыз. Кран келіп, дуалдарды ұрып жатты. Кенет бір әйел келіп, қозғалмаңдар деп айғайға басты. Менің 2 балам бар, мына қабырғаның астында жатыр деп тура суреттеп берді. Құтқарыңдар деп жалбарынды. Кран сол жерді қазып бастады. Жер сілкінісінен кейін 5-ші күн еді. Құтқарушылар сол жерден 2 баланы алып шықты. Дін аман. Балаларды шығарған соң оларды анасына тапсырмақ болып, анасын іздей бастайды. Балаларды шығардық деп бүкіл халық айғайлап жатты. Ал әйел жоқ болып кетті. Сол кезде үйінде астынан шыққан 13 жастағы баланың жалғыз айтқан сөзі: менің анам 4 жыл бұрын қайтыс болған еді. Мұны естіген ел тізерлей отыра Аллаху әкбар, Аллаху әкбар деп дұға ете бастады. Деп әңгімесін аяқтады қираған қала тұрғыны. Армангүл Тоқтамұрат. Оқыған Құндыза Хикматова.